Біздің өміріміз өзіміздің ойларымыздың нәтижесі. Ол біздің жүрегімізде туады және ойымызбен негізделеді. Егер адам таза оймен сөйлесе, немесе әрекет етсе, бақыт оның жанында ешқашан кетпейтін көлеңке сияқты жүреді. Біздің шаңыраққа Павлодар облысының оңтүстігінде орналасқан Баянауыл ұлттық саябағының есімі берілген. Парк 1985 жылы құрылып, Қазақстандағы алғашқы ұлттық паркке айналды. Саябақ таулардың етегінде үлкен, тұщы сулы 4 көл: Сабынды көл, Жасыбы, Торайғыр және Біржан көл орналасқан. Баянауылда ғасырлар бойы жел мен су өнделуінің нәтижесінде кейде жануарларға, адамдарға және заттарға ұқсайтын тастарды таба аласыз. Жергілікті көрікті жерлердің бірі ол қасиетті үңгір. Аңыз бойынша, егер сіз оған кіріп, қабырғаға алақаныңызды тигізіп тілек айтсаңыз, ол сөзсіз орындалады. Біздің шаңырақ бұл бірлігі жарасқан ұйымшыл, мықты ұжым. Шаңырақ астында бір отбасының балаларындай 7-ші F және 9-ші А сыныптары жиналған. Біздің шаңырақтың әрбір оқушысы оның бір бөлшегі болып табылады және қайырымдылық, мейірімділік, шынайылық, адалдық секілді құндылықтарды бойына жинаған. Барлығына оптимизммен қарайды және қоғам мен мектепке әрдайым көмектесуге дайын. Аға буын кіші сыныпқа қамқор болуымен қатар, білім мен тәрбие жағынан мектеп пен шаңырақтың өміріне қатысуда лайықты үлгі көрсете алады. 9-ші сыныптың міндеті ең алдымен сыпайы, ұқыпты, адал, әділ, білімді болу және кіші буынға өз тәжірибесімен бөлісу. Біздің әр күніміз сүйікті кураторымыз Альмира Мырзакановнамен таңертеңгі жиыннан басталады. Онда біз өз оқу күнін жоспарлаймыз, оқушыларды туған күндерімен және мерекелерімен құттықтаймыз. Тезис конференцияларын өткіземіз, күнделікті жаңалықтармен хабардар боламыз. Ой өрісін кеңейтеміз, алға қойылған мақсаттарға жету үшін бізді шабыттандыратын, рухты көтеретін бейнероликтерді қараймыз. Позитивті ойлар мен сөздермен алмасу күні бойғы көтеріңкі көңіл күйді қалыптастыруға көмектеседі. Сабақтан кейін біз ылғи да бірге жиналамыз. Бұл пайдалы дағдыларды алуға, бірін-бірін жақсы білуге және жақын адамдардың қолдауын сезінуге көмектеседі. Кіші сыныптарға көмек көрсете отырып, біз өзара серіктестік мәдениетін қалыптастырып, көшбасшылық қасиеттерімізді жақсарта алдық. Біздің шаңырақтың мақтанышы, біздің шаңырағымыздың көшбасшысы Рахимова Аяужан. Ол күн сайын жақсы ұйымдастырушы, мейірімді, жауапты екенін дәлелдейді. Ал біздің шаңырақтың ең дарынды оқушылары Құдайберген Шұғыла, Қанжыкенова Диана, Қамзат Алан, Жуасова Әдемі, Рамазанов Амре және тағы басқалары. Олар бізді күннен күнге бойымыздағы қасиеттерді, таланттарымызды дамытуға ынталандырады. Біздің шаңырақтың оқушылары сабақтарға дайындалуда TEDx, флешмоб және барлығына ұнайтын шабыт алаңы сияқты мектеп жобаларында өнер көрсетуге дайындық кезінде бір-біріне қолдау көрсетеді. Сонымен қатар, оқу жылы бойы біздің шаңырақ мектеп іс-шараларына, спорттық жарыстарға, зияткерлік конкурстарға және олимпиадаларға қатысады. Біз мұғалімдерді шын жүректен барлық мерекелермен қуана қарсы аламыз. Біздің сүйікті, жомарт жүректі, шыдамды, бәріне түсіністікпен қарайтын мұғалімдеріміздің еңбегін жоғары бағалаймыз. Біздің ең әдемі және ең талантты қыздарымыз мектеп іс-шараларына белсенді қатысады. Би, ән, мәнерлеп өлең оқу секілді кез келген қабілеттермен мақтаналады. Біздің ең ақылды ұлдарымыз робототехникамен айналысады, спорттық үйірмелерге қатысады, ән айтады және музыкалық аспаптарда ойнайды. Кіші сыныптарға форумдар өткізе отырып, біз оларды өзін-өзі тәртіп, жауапкершілік және еңбекқорлық дағдыларына тәрбиелейміз. Шаңырағымыз бірге боулинг пен театрға барудан бастап, қала сыртына шығыс тур драйв демалыс базасына бірлесіп демалумен аяқталатын көптеген қызықты орындарға барды. Салауатты өмір салты біздің денсаулығымыздың жақсаруына, ағзаны шынықтыруға, оқу күндерінен миымызды танықтыруға және табиғат сұлулығына рахаттануға мүмкіндік беретініне сенімдіміз. Бірлескен демалыстың арқасында біз бұдан да ұйымшыл болып, салауатты өмір салтын ұстанатын болдық.
Театрға бірлескен сапар біздің оқушылардың мәдени көзқарасын, ойын дамытады. Біздің мұғалімдерді құттықтау үшін біз өз қолымызбен сыйлықтар жасаймыз. Сол арқылы шығармашылық қабілеттерімізді дамытамыз, өз тәжірибемізбен бөлісеміз. Біздің сүйікті жобамыз алтын жұп. Біздің көшбасшылық қасиеттерімізді, ынтымақтастығымызды, тәлімгерлік қасиетімізді қалыптастырады және біздің арамыздағы жақын достық, қарым-қатынас одан сайын нығаюына көмек беруде. TEDx және қазақ әндері сияқты жобалар болса, біздің оқушыларымыздың аудитория алдында еркін сөйлеу дағдыларын дамытуға үлкен үлес қосуда. Әлеуметтік практика біздің оқу күндеріміз ажырамас бөлігі. Көмекке мұқтаж жандарға әрқашан қолымыздан келгенін жасауға дайынбыз. Қоғам қызметіне белсенді қатыса отырып, біз мамандырылған балалар үйіне бардық және онда кіші бауырларымызды көре отырып, бізде бар заттарды қадірлей бастадық. Балалардың күлкісін көргенде, олармен ойын ойнауға, концерттер өткізуге, тәттілер мен ойыншықтар сыйлауға және қайырымдылық акцияларын ұйымдастыруға қызығушылығымыз арта түсті. Қоғамға пайдалы болу біздің күн сайын қуана орындайтын мақсатымыз, борышымыз. Басқаларына жақсылық жасай отырып, біз әртүрлі сабақтарды, тәжірибелерді алып, жақсылыққа ұмтылып, қоғам проблемаларына жеткілікті көңіл бөлуге үйренеміз. Сол арқылы әлемге жақсылық әкеліп, ахуалын жақсартамыз. Біз тәуелсіз Қазақстанның жас ұрпағымыз және біз еліміздің болашағымыз.